Так, 70 адам болды да, әріптестер бастайық, иә. Қараңыздар, әріптестер, күнделікті айтылған нәрсе қайтадан айтылды деп ойламаңыздар, өйткені бұл жақта жаңадан келіп, бүгін бірінші рет ақпарат алып жатқан адамдар болу керек. Сол себептен де толыққанды ақпаратты басынан бастап түсіндіретін боламын. Иә, жалпы Джунун Груп корпорациясы Қазақстанда, Қазақстан жеріне жалпы желі маркетинг жүйесінде өзгеріс алып келген бірінші осы Джунун Груп корпорациясы. Келгеніне 4 ай болды, бірақ официальный старт кеше 5 январь күні ашылды. Иә. Бірақ қазаққа жар салып манағы хабарлап айтатын кез Бақшасарайда 20 наурыз күні бұл. Иә, бізді Алматыда, Атакентте, Бақшасарайда үлкен 1000 адамдық, 2000 адамдық үлкен презентациямыз, ашылу салтанаты сол кезде болды. Осы Джунун Груп корпорациясы маған қатты ұнағанын айтайыншы. Мен осы Джунун Груп корпорациясын жолықтырғалы почти 4 жылдан асты. Осындай маркетингтерге, компанияларға көп шақырды. Шақырған жерден қалмай барамын да міндетті түрде тыңдаймын. Өйткені өз-өзіме сол сұрақты әрдайым қоямын. Дархан, отказ беріп всегда үлгересің. Басты мақсат тыңдау деп. Дәл сол секілді бүгінде көптеген адамдар ақпаратты бүгін бірінші рет тыңдайын деп отқан шығарсыздар. Шақырған адамдарыңызға мен істемеймін деп отказ беріп всегда үлгересіздер. Басты мақсат тыңдаңыздар, өйткені бұл маркетинг жүйесі мен компанияның жалпы стратегиясы қатты ұнайды сіздерге. Жалпы Джунун Груп корпорациясы биыл 33 жылдығында біз январьдың 15 күні Қазақстанда жалпы 220 адам бардық. Мақсатымыз сол компанияның заводын көру, жалпы сол масштабты көру. Біз оның алдында 12 адам сол компанияны барып көріп, көзімізді жеткізіп, сол себептен осы кәсіпті бастаған болатынбыз. Бұл кәдімгі традиционный кәсіп ретінде, өзіңіздің тұрғылықты бизнесіңіз ретінде қарасаңыздар болады. Потому что традиционный бизнеске қарағанда бұл маркетинг жүйесінен доход көп түседі. Қарапайым традиционный бизнеске қарағанда. Біздегі партнерлардың күнделікті айлық доходтарын қазір маркетинг жүйесінде өздеріңіз түсінетін боласыздар. Джунун Груп корпорациясы 33 жылдың ішінде үлкен корпорация деп отқан себебім, компанияның өзінің 870 гектар жер бар. Сол жерде компания өзінің несін шикізатты өздері егеді, өздерінің лабораторияларында өндіреді. Және де карантиннен кейін маркетинг жүйесін іске қосқан кезде резервный фондқа, біздікімен санаған кезде 80 миллион юан ақша резервный фондқа қойдырды. Ол біздікімен санаған кезде 6 миллиард 500 миллион ақша. Дополнительный депозитный фондқа 20 миллион юан ақша салдырды. Оны не үшін айтып жатырмын? Өйткені бізде Қазақстанда бір маркетинг жүйесі іске қосылу үшін халықты на бумажка тіркейміз де, соның жинаған ақшасынан сайт жасатамыз, одан кейін өнімге заказ береміз. Бұл жақта заң басқаша. Бұл түсінікті ғой сіздерге. Енді қараңыздар. Екінші, бұл жақта основателі осы Хубей өлкесінің депутаты, ұрпақтан ұрпаққа келе жатқан бизнесі. Джунун Груп корпорациясы қазіргі таңда қазақша мағынасы алтын бәйтерек деген мағынаны береді. Бұл президентіміз алла қаласа 23 наурыз күні Бақшасарайда ашылу салтанатында келеді. Осы Ньюлей деген депутат, осы компанияның основателі, осы елге алла қаласа Қазақстан еліне келіп, официальный компанияның ашылу салтанатында қатысатын болады. Әлемдік деңгейде енді сертификаты бар, сертификаттың қай деңгейін сұрасаңыз да бұл компанияда бар. Қазақстан мен Өзбекстанға официальный түрде сентябрь айында тіркелді. Жалпы қасында тұрған EAC бүкіл СНГ бойынша сатуға рұқсат етілген қағаз. Халал сертификатты мен маңызды түрде теріп айтамын, өйткені халал сертификат тек қана Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан емес, даже Америка, Германия сұрайды. Өйткені халал сертификат бүкіл, то есть мұсылман елі қазіргі таңда бүкіл әлемде бар. Сондықтан не жеп, не қойып жатқанымыз біз үшін маңызды болу үшін халал сертификат бұл сіздің командаңыздың өсуіне, саудаңыздың күнделікті артуына бұл маңызды рөл атқарады. Сондықтан біз Хубей өлкесіне барған кезде, основной заводын көрген кезде расымен де адамға залалсыз, зиянсыз, таза табиғи шөп өнімдерден жасалатынын көзіміз жеткіздік. Сол үшін де бұл жақтағы өнімнің барлығының манағы молекуласы бірлігі өте жоғары, өте керекті, керемет өнімдердің бірі. Ары қарай, жалпы корпорацияда 20 түрлі өнім бар. 33 жылдың ішінде тек қана 20 қана өнім бар. Әріптестер, шатаспаңыздар. 33 жылдың ішінде
басқа компаниялардыкіндей 5.000 номинация деп бықи шықи зат шығармаған. Бұлар әр товардың сапасына қатты маңызды рөл атқаратын болғандықтан, сапасына, өнімнің манағы сіңімділігіне, адамға бір аптаның ішінде күшті результат беруіне үлкен үлес қосқан. Жалпы айтқан кезде компанияның өзінің жан жақты әлемнен жиналған 90 ученый бар, соған байланысты күшті өнімдерді шығарған. Иә, жалпы бірікпе су спрей деп атаймыз. Адамның жасын қойған сайын еті сүйегіне ажырай бастайды. Бұл бірікпе су спрей әр адамға керек. Дәл осында тұрған порошковый напиток деп тұрған көктегі бұл манағы коллаген, иә, пептидный коллаген. Бұл разработка мемлекет тарапынан, жалпы осы коллагенді ойлап тапқан адамға мемлекет тарапынан 350 миллионнан аса сыйақы, теңге біздікімен санағанда сыйақы берілген. Но зығыр бидайы, бұл біздегі таңғы завтракке болады, каша деп те аталады, бұл керекті өнімдердің бірі. Мына тұрған қан сұйылтатын өнім адамның қою болса, жалпы терісінде проблема болса, немесе жүрегінде старатап сахары бар адамдарға бұл қан тазалайтын өнім. Жалпы қаны таза адамның жаны таза деп сол үшін айтады. Мына тұрған май ыдырататын өнім. Адамның бауырын май басса, бүйрегін май басса, жалпы жүрегін май басса, бұл өнім керек, нағыз керек өнімдердің бірі. Және де мынау глюкан деп аталатын, жалпы мен өзім былай түсінемін, адамның ішкі құрылысына арналған суықтықтарды шығаратын өнімдердің бірі. Осы айтып отқан қай-қайсы өнімнің барлығы сайтта дейміз ғой, компанияның сайтында продажадан 80%-дан төмен түспеген продажалар, то есть адамға керекті өнімдер. Мына тұрған бүйрек қуаттайтын өнім жалпы бізде завод Кореяда бар. Өйткені бұның шөптерін барлық Кореядан болатын болғандықтан, бізде компания сол Кореядан осы заводты ашқан болатын. Және де Индонезияда бар, Қытайда 4 қаласында завод бар. Ал мына тұрған ағза тазалайтын өнім негізгі бағасы 188 мың теңге әріптестер. Бірақ қазіргі таңда бұл компанияның өнімі ағза тазалайтын өнім. Бұны күштісін айтайын. Осы коробкадегі өнім адамның денсаулығына керекті өнімдердің бірі. Осы 135 мың, қазіргі таңда бағасы 135 мың 825 теңге. Осы өнім адамның бүкіл ағзасына керекті дәрумендерді береді. Бір апта бойы ешқандай тамақ ішпейсіз, фрукты жемейсіз, даже шай ішпейсіз, бірақ күніне 3-4 литр жылы су ішесіз. Қарныңыз ашпайды, өйткені бұл зығыр бидайы тойымды, коллагені тойымды. Жалпы айтқан кезде тек қана бір аптаға жетеді. Вроде жалко сияқты, бір аптаның ішінде 135 мың 825 теңгені ішіп қою. Бірақ мен сіздерге айтайын, достар, сіздер күшті колоссальный результат аласыздар. Біріншіден қаныңыз тазарады, жүрегіңізде, бауырыңызда май басқан бөліктеріңіз тазарады, бүкіл денедегі суықтарыңыз шығады, коллагенмен теріңіз блестеть етіп, подтягивать етіп, тартыла бастайды. Жалпы адам не үшін арықтайды, не үшін толықтайды? Өйткені ішкі орган дұрыс жұмыс жасамағандықтан я арықтайды, я толықтайды. Бұл өнімнің бір күштісі сода, достар. Кәдімгі біз ағза тазалайтын өнім болай тұрсын, қарапайым техниканы қолға алайық. Күнделікті айдап жүрген машинаңыздың 8000 пробегтен кейін моторды майын ауыстырмаса, жалпы мотордан айырыласың, бір сөзбен айтқанда. Немесе автосалонда машина болғаннан кейін саған міндетті түрде 95-98 құй деп айтады бензинді. Бірақ сіз күнделікті 92 я 80 құйып жүресіз, сол кезде сіздің машинаңыздың бүкіл система жүйелері бітеле бастайды. Тура сол секілді біздің күнделікті қолданып жүрген тамағымыз таза натуральный тамақтар емес, достар. Қаласаңыздар да, қаламасаңыздар. Сондықтан күнделікті біздің организміміз күннен күнге зашлакованы дейміз ғой, мусор тола бастады. Соны біз негізі 3 айда бір тазалап тұруымыз керек. Қытайдағы партнерлар осы өнімді 3 айда бір ішіп, асқазан организмін тазалайды екен. Сондықтан бұл керекті өнім. Сіздің бұл бизнесте бір күштісі сода. Сондықтан кім-де-кім бұл бизнесті бастайды, 135 мың 825 теңге салып, ағзасын тазалап, өз денсаулығына инвестиция жасай отырып, бұл бизнесте сіздер күшті табыс табасыздар. Осы нәрсені игеріп қойыңыздар. Енді қараңыздар. Маркетинг жүйесіне бірден көшейік, әріптестер. Маркетинг жүйесі бұл жақта классика накопительный. Осы уақытқа дейін бинар накопительный естіп жүрсіздер, бірақ бұл классика накопительный. Бірінші түрі доход, реферальный бонустың өзі бірінші уровеннен 5-ші уровенға дейін түседі.
Жалпы реферальный бонус бүкіл компания наразы, әркім өзі жеке шақырған адамын алады, болды. Ал бұл жақта реферальный бонус 5 поколений, то есть 5 ұрпақтан түседі. Жалпы қазіргі таңда продуктының құны 33.825 теңге. Бірақ қазіргі таңда бізде мына кірудің өзі керемет жеңілдікте тұр, 26.500 теңгемен осы бизнесті бастайсыз. Өзіңізге керекті бір өніміңізді аласыз, сізге реферальный бонус 10% ашылады. Бірақ астыңыздан бір адам келіп 157.875 теңгеге тіркелді ма, ол адам 5 өнім алды ма, автоматты түрде 20% дәрежеге көтеріледі. Сіз де ол кісі тіркелген үшін 10% аласыз әрине, бірақ одан кейін автоматты түрде 20% дәрежеге көтеріліп кетесіз. Немесе үшінші линияңыздан бір адам, я төртінші линияңызда 30% дәрежемен тіркелді ма, оны шақырған адамда 30%-ға, сіз де 30% дәрежеге көтерілесіз. Тағы да ескертіп айтамын, бұл жерде маркетинг жүйесі классика накопительный болғандықтан бүкіл товарообороттың барлығы накопительный. 1.700.000 теңгенің пакетін сатып алғандай дәрежеде 40% дәрежеге мен сіздерге айтайын әріптестер, бір апта 10 күннің ішінде шығып кетесіздер. Неге? Өйткені бұл өзіңізде бір ақ рет ақша саласыз, одан кейін бұл компанияға ақша салмайсыз. Бірақ 1.700.000 теңге пакетін сатып алғандай дәрежеде бір аптаның ішінде шығып кетесіздер, және де табыстарыңыз күннен күнге арта береді. 17 миллион товарооборот болған кезде 50% дәрежеге шығасыз, 49.500.000 теңге товарооборот болған кезде сіз мына 60% дәрежеге шығасыз. Сіз қай дәрежеде тұрсыз, сол дәрежеге байланысты товардан сізге скидка беріледі. Бұл күшік нәрсе, әріптестер. Кеше бізде бір партнеріміз күшті осы жерге, бұл жақта партнерлар кеше осылай айтты. Бұл жақта товарды оптым бағамен аласыз, повторно заказ берген кезде сіз мына жерде 50%, 60% скидкамен алып отырасыз, өйткені сіз сол дәрежедесіз, бірақ компания товарооборотты розница бағамен есептеп береді. Онда ешбір компанияда жоқ. Компанияда керісінше сіз бірінші бағаны оптым бағада аласыз да, келесі повторный заказға келгенде уже наоборот в розницу бағадан жоғары бағада, қымбат бағада, то есть минималкамен есептейді товарооборотты. Бұл жақта керісінше 60% дәрежеде тұрған адам 60% скидкамен алады, бірақ товарооборотты розница бағамен есептейді. То есть сыртқы бағамен есептейді. Ол күшті нәрсе. Енді қараңыздар. Реферальный бонус. Сіз қарапайым старт минималкамен бастадыңыз, өзіңіздің 3 досыңыз шақырдыңыз. Біреусіне бизнес керек, біреусіне денсаулық керек, біреусіне жаңағы айтқандай команда құрып бизнес жасау керек, немесе ипотекасын жабу керек. Сондықтан қарапайым минималкамен тіркелген адамнан сізге 2.392 теңге түседі. VIP-пен тіркелген адам 20%, 11.250 теңге түседі. 43.500 теңгемен тіркелген адамнан сізге семейный пакет 43.500 теңге түседі. Бірақ кімде-кім семейный пакетпен тіркелсе, сіз автоматты түрде негізі 30% дәрежеге көтеріліп кетесіз. Демек, 491.775 теңге пакетімен кіргендей дәрежеде боласыз. Сол кезде қараңыз, минималкамен кішкентай минималкамен бір адам тіркелсе де, ол адамнан сізге 7.000 теңге түседі. Екінші пакетпен тіркелсе 33.750 теңге түседі. Демек, семейный пакетпен тіркелсе 43.500 емес, 130.500 теңге түседі деп айтасыз. Разница бар, достар, көрдіңіздер ме? Сондықтан көп компанияларда минималкамен тіркелесіңде, чтобы семейный пакетпен тіркелесіңде, сол үшін пакетіңізді апгрейд жасайсыз. Өз қалтаңыздан. Бұл жақта ондай жоқ, көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл жақта себестоимость компанияның бағасын есептеп беріп жатыр. Енді қараңыз. Реферальный бонус. Өзіңіз 10% дәрежеге тіркелдіңіз. Астыңыздан үшеуіңізді 10% дәрежеге тіркелді. Бұл жақта сіз 10% дәрежеде тұрсыз, кірген суммаңыз 33.825 теңге. Осыған қатты мән беріңіздер. Әріптестер, қараңыздар. Кірген суммаңыз сами минималды 33.825 теңге. Қазіргі таңда сіздер 26.500-ден кіре аласыздар. Сол кезде 3 досыңызды шақырасыз, әрқайсысынан сізге 10%-дан түседі. Бірақ мына досыңыз өзінің 2 адамын шақырады. Біреуін 10%-пен, біреуін 20%-пен. Бірақ мына шақырған досыңыз 20% дәрежеге көтеріледі, сіз де автоматты түрде 20% дәрежеге көтерілдіңіз. Бірақ кірген суммаңыз өзгерген жоқ. Енді қараңыз, екінші адамыңыз 20%-пен 2 адам шақырды, мына шақырған адамымыз 20%-ға көтеріледі, бірақ сіз автоматты түрде 30% дәрежеге көтерілесіз. Көрдіңіз ба? Бірақ кірген суммаңызды қайтадан қараңыз. 33.825 теңге кірген суммаңыз өзгерген жоқ, бірақ дәрежеңіз 30% дәрежеге көтерілді. Ары қарай
мына 10%-та тұрған адам бірден 30%-пен бір адамды шақырды, автоматты түрде оны шақырған адамды 30%-ға көтерді, оның үстіндегі адамда 30%-ға көтерілді. Енді қараңыз, мына кісі екеуі 30-30%-ға шақырады, оны шақырған адам 30%-ық дәрежеге, оның үстіндегі адам 30%-ық дәрежеге, бірақ сіз автоматты түрде 40%-ық дәрежеге көтерілдіңіз. Бірақ сіздің кірген суммаңыз, қайталап айтамын, өзгерген жоқ. Сол үшін де айтамын, партнерлар, бұл компанияда бизнесті бастау үшін өміріңізде бір-ақ рет қана ақша саласыз, одан кейін ақша салмайсыз. Дәрежеңіз бірақ күннен күнге көтеріліп отырады. Түсінікті ғой да? Енді қараңыздар. 10% тұрған адам бірден 1.700.000 теңгеге 40%-дағы бір адамды шақырады, автоматты түрде ол 40%-ық дәрежеге көтеріледі деген сөз. Жалпы түсінікті, бірінші түрлі доходтың өзі жалпы товарообороттан есептелінеді. Доход бірінші өрбіннен 5-ші өрбінға дейінгі мен енді сіздерге доходты түсіндіріп айтайын. Қараңыздар. Сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да 60%-ық дәрежеге шығасыз. Қарапайым күнделікті сатып жүрген адамда бұл жақта 60%-ық дәрежеге шығу үшін уақытқа шектеу қоймаған. 2 айда шығу керек, 3 айда шығу керек деген өз қалауыңыз. Жақсылап компания өзімдікі деп қабылдап, өз бизнесім деп қабылдаған партнерлар 1 айда шығып жатыр. Сәл жартылай өзімдікі, жартылай біреудікі деп қабылдаған адамдар 2 ай, 3 айдың ішінде шығып жатыр. Жалпы бизнестен әлі күмәні бар, көре жатамыз деп отқан адамдар 60%-қа 3 ай, 4 айдың ішінде шығып жатыр. Сондықтан бұл жақта сіз 60%-ық дәрежеге шыққан кезде астыңыздан лидерларыңыз бар. Біреу 50%-ықта, біреу 40%-ықта, біреу бағана айтқандай 30%-ықта. Сол кезде 50%-ықтағы адам өзінің астынан бір адамды шақырды. Ол сол шақырған адамынан автоматты түрде ол кісіге 50% 60.000 теңге ақша ол кісіге түсті. Бірақ 50% мен 60%-ның арасындағы процент қанша? 10%. Сол 10% сіздің шотыңызға келіп түседі, 11.000 теңге ақша. Оның астындағы партнерларды дәл солай өздерінің шақырған әрқайсысына тек қана личный процентіне қарайды. Глубинасына қойды, қаншасы адам кірсе бәрібір. Главное, личный процентіне қарап, 3 адам тіркелді, астына 33.000 теңге сіздің шотыңызға келіп түсті. Олар общий суммарно 351 адам шақырсын, әрқайсысынан 11.000 теңгеден сіздің шотыңызға 3.861.000 теңге ақша келіп түседі деген сөз достар. 40%-ықта тұрған партнеріңізді дәл солай жеке шақырған адамнан 40%, екеуіңіздің араңызда 20% разница бар, әрқайсысынан 22.000 теңге сіздің шотыңызға келіп түсті. 3 адамнан 22.000, 66.000 теңге келіп түсті. Бірақ олар общий бір айдың ішінде 140 адам шақырды деп айтайын. Әрқайсысынан 22.000 теңгеден 3.080.000 теңге ақша сіздің шотыңызға түсті. Бірақ бір нәрсені түсіндіріп айтайын достар. Осы 40%-ықта тұрған партнеріңіздің дәрежесі автоматты түрде 50%-ық дәрежеге көтерілді. Түсінікті ғой? Товарооборот накопительный болғандықтан бұның күштісі сода. Бізде бірінші түрлі доход, осы реферальный бонустың өзінде бізде партнерлардың айлық табысы, мен всегда айтамын, айлық табысы ең азы 500.000 табады, ең көбі 7 миллион теңге. Тек қана бірінші түрлі доход реферальный бонустың өзінде. Қай компаниядан көрдіңіздер, әріптестер? Тек қана реферальный бонустан айына 500.000 тапқан, қайтап айтыңыздар, қай компаниядан көрдіңіздер? Көптеген компанияларда оның командный рефералкасын қосыңыз, командный бонусын қосыңыздар, матчинг бонусын, за уровень дегенін қосқанның өзінде ондай доход таппайды, әріптестер. Сол үшін мен айтамын да, есептей білген адамға бұл маркетинг жүйесі не деген үміт сыйлайтын маркетинг жүйесі дейді. Сондықтан бұл маркетинг жүйесі қазіргі таңда жан-жақтағы адамдардың, әр саладағы адамның басын бір арнаға, бір жобаға қосты да. Мысалы, командада қазір мен командада мықты жігіттер, қыздар бар. Бірақ әр саладағы адамдар, біреу врач, біреу айтишник, біреу бухгалтер, например, біреу водитель, біреу кәдімгі өз алдына школасы бар, мектебі бар адамдар бар да. Бірақ осы жоба барлығымыздың басы қосты осы проектіге. Сол кезде ойладым да, бұл себебі не дейді? Сол кезде қараңыздар, есептей білген адамға цифр алдамайды ғой. Ол бір ма? Екіншіден бұл жақта маркетинг комфортно, то есть бір сөзбен айтқанда халыққа қолайлы. Ол сол жүйені түсінді. Бұл бизнеске кірмесем де,
бәрібір опытым алып келіп бір зат сатайын деп жүр едім деп өздері айтты. То есть қолымда 5 миллион теңге 10 миллион теңге ақшам бар, нцпс каргодан алып келіп сезонда бір зат сатсам екен деп ойлап жүр едім дейді. Мына жақта компания бәрін қарастырып қойған ғой дейді да, процентінде, продажасында, логистикасында неге істемеске деп каждый кірісіп жатыр да. И ол партнерларым да қазіргі таңда күшті табыс тауып жатыр. Иә, сол жүйемен традиционный бизнеспен салыстырсаңыздар, традиционный бизнеске қарағанда бұның бірінші түрлі доходының өзі сіздің қазір миллиондап салып жатқан традиционный бизнесіңіздің алдын орап кетеді. Енді қараңыздар, әріптестер. 30%-ық адамды өзінің бір адамын шақырады, оған 30%, 36 мың теңге түсті ме, оның үстіндегі сізге екеуіңіздің арасында 30% разница бар, 33 мың теңге сізге келіп түседі. Оның астындағы адамдарда үшеуі шақырдым, әрқайсысынан тоже сол сумма, үш адамның әрқайсысынан 33 мың 99 мың теңге сіздің счетыңызға келіп түсті. Қойды оның глубинасына, командасына болсын. Ал традиционный бизнеста только тең өзің прямой продажаңнан ғана табыс табасың. Тек қана өзің сатсаң ғана табыс табасың традиционный бизнесте. Астыңдағы команда менеджерлерін сататын шығар, тек содан ғана үстінен процент көресің, бірақ оның глубинасынан сізге процент түспейді. Иә, түсінікті ғой. Ол жақта сіздің маркетинг рекламаңыз бар, логистикаңыз бар, офис жалдап жатқаныңыз бар, сотрудниктарыңыз бар, ол расход өте көп традиционный бизнесте. Сондықтан мен всегда айтамын, бұл бизнесте бізде партнерлардың қарапайым түрде сұрақ қоятын болсам, кімге традиционный бизнестен айына жоқ дегенде 5 миллион теңге таза табыс тауып тұратын бизнеске любой адамға сол сұрақты қоямын. Айына таза табыс 5 миллион теңге әкеліп тұратын бизнеске сіз қанша салуға дайын едіңіз десе, адамдар көп ойланып қалады. Например, маған айына 5 миллион теңге таза табыс маржа әкеліп тұратын бизнесқа мен, например, өз басым 200 миллион теңге ақша салуға дайын едім, егер ол айына таза 5 миллион теңге таза табыс әкеліп тұрса. Иә, ол рас нәрсе. Қарапайым сіздер қазір 30 миллионға двухкомнатный квартираны алып алдыңыздар, оны арендаға бересіздер, айына берсеңіздер әрі 250 мың теңгеге бересіздер. Ол окупаймыз. Иә, сіз деген ол 10 жылдан кейін, 11 жылдан кейін бар таза маржаға түсесіз. Ал бұл жақта минималкамен бастайсыз, риск жоқ, бірақ маржа өте жоғары. Сондықтан традиционный бизнесте вложение салып көрген адамдар бұл жағын бәрін толық эфирге есептегеннен кейін көздерін жеткізді. Сондықтан қазіргі таңда командада жеке кәсіпкерлер өте көп. Олар өз саласымен салыстырған кезде бұл жақта табыс өте жоғары екенін көздері жеткізді. Енді қараңыздар, жаңа 30%-ықта тұрған партнеріңіз автоматты түрде 40%-ық дәрежеге көтерілді. Көрдіңіздер ме? Табыс таба отыр, бұл партнеріңіз 40%-ық дәрежеге көтерілді. 20%-ықтағы партнерді дәл сондай. Бірақ оның екеуіңіздің арасында 40% разница бар, бірақ адамнан 44 мың теңге сізге түсті. Оның структурасындағы адамнан әрқайсысынан 44 мың 132 мың теңге ақша түсті. Суммарно 14 адам шақырып, 44 мыңда 4 адамнан 166 мың теңге ақша түсті. Бұл тек қана бірінші түрлі доход достар. Жаңа айтып айтқанда 20%-ықтағы партнеріңіз бірден 30%-ық дәрежеге көтерілді. Енді қараңыздар, реферальный бонус кімде? Общий мана комментарийға жазсаңыздар болады. Кімде қанша личник бар, жаза аласыздар ма? Голосовой керек емес. Астына неге жаза алсаңыздар, кімде қанша личник бар, сол маған маңызды болып тұрады. Мен кеше өзімде де личник аз деп жүрсем, менде де біраз личник бар. Кімде қанша личник бар? Базар жоқ, 31 личник дейді, 4-теу, 15. Мен енді кірдім дейді. 6 личник. Ақтоты ханым, молодец, 10 личник сізде. Ұялмаңыздар, жасырмаңыздар. Базар жоқ. Жанар, поздравляю, 20 личник. Гүлвира мен Жанар, Тараздың қыздары қателеспесем. Молодцы. 4 личник, 7 личник. Қанша личникке жазып. Бұл жақта компанияда екі-ақ қана условия бар. Оның алдында мен Тараз қаласында менде Шахбан деген ағам бар, мықты лидер кісі. Сол кісі айтты, компанияда екі-ақ қана условия бар. Бірінші условиясы өміріңде бір-ақ рет тауар аласың, екінші условиясы шексіз адам тіркей аласың деді. Сол сөзі қатты ұнады. Сондықтан қанша личникке қарамаймыз. 6 личник, тағы 4 личник қосылады дейді. Құттықтаймын әріптестер, сіздер вообще бомба екенсіздер ғой. Мықты. Қуанып отырмын сіздерге. 7 личник дейді. Так, Баян ханым, жоқ личник дейді.
Да, 10 личник, базар жоқ қайсысы. 40 личник кімде бар? Ей, базар жоқ, дос, құтты болсын 40 личник. Сіздер онда бар ғой, мен сіздерге айтайыншы, сіздердің онда айлық табыстарыңды айта алмаймын. Бізде компартнерлардың өзі, 4-5 личник тапқан партнерлардың өзінің айлық табыстары күшті, бірақ бұл жақта личниктер көп партнерлар вообще бомба екен. Енді қараңыздар, анимационный түрінде елестетіп көріңіздер. Менде мысалы 15 личник бар. Соның 10-ы от души жұмыс жасап жатыр. Иә? Олар өз алдына шақырды, екінші линияңызда 100 личник. Үшінші линияңызда сізді ойлап қараңыз. Иә, 1000 личник. Бірақ мен үшінші линиямда бір жігіт бар. 2 ай жарымның ішінде 160 личниктер келген. Ойлап қараңыз, иә. Олардың алдағы уақытта, егер сол 160 личниктің 100-і бұл бизнесті серьезно қабылдайды. Өйткені бұл жақта өнім өздігінен сөйлейді, маркетинг жобасы өте адал, әділ түрде төлейді да. Сондықтан бұл жақта қанша личник тіркейсіз, сол личниктің бәрі жұмыс жасайды. Бұл анандай маркетинг емес. Иә? Сол себептен бұл маркетинг жүйесі продуктысы да күшті, маркетингтің маржасы да күшті. Дәл осылай есептеген кезде ойлаймыз, 5-ші уровеньде сізде 111 мың адам болады. 111 мың адам, 111 мың 110 адамның 50% просто повторный заказ бергеннің өзінде сізге айына қанша табыс түсетінін білесіз бе? Повторный заказдан примерно қанша ақша түседі, сіздер қалай ойлайсыздар? 111 мың 110 адамнан. Иә? Мен көбейтемін. Әр партнердан жоқ деген кезде 1800 теңге ақша түсті дегеннің өзінде де партнерлар қараңыздар. 200 миллион теңге ақша, 200 миллион теңге ақшасы просто повторный заказдан түсіп отыр. Соның жарайды 50% орындады дегеннің өзінде де мен оны екіге бөліп тастайтын болсам 100 миллион теңге ақша просто повторный заказдан кетіп отыр. Онда да мен тек қана 5 уровеньдегі лидерларыңызды естіп отырмын. А так бізде екінші түрлі доход командный бонус бесконечный глубинадан түсіп отыр. Командный бонус бесконечный глубинадан. Сіз сами минималкамен тіркелесіз, бірақ бесконечный глубинадан сіз доступ ала аласыз. Например, әр айдың 1-нен 30-на дейін 50 мың теңгеден бастап 11 миллион 250 мың теңгеден сіз 2% аласыз. Осы 11 миллион 200 мың теңгеден $1 асып кетті ма, компания сізге 4% береді. Ондайды көрдіңіздер ме? $1 асып кетеді, компания сізге 4% береді. Және де басқа маркетингтегі секілді, екінші жақ қолынан 11 миллион 250 мың теңге равновес ойнаған кезде ғана беремін деп отырмайды әріптестер. Командный бонус, ол командный бонус. Классикада бір жақсы сондықтан. Сізде жоқ дегенде 10 командаңыз бар, әрқайсының товарооборотынан береді сізге. Әрқайсының товарооборотынан береді. Разницасын. Енді ойлап қараңыз. Бірінші айда команда 30 миллион товарооборот жасауы мүмкін. Екінші айда командаңыз 60 миллион товарооборот жасауы мүмкін. Үшінші айда 135 миллион, төртінші айда 270 миллион, бесінші айда 337 миллион теңге товарооборот жасауы мүмкін. Соны каждый товарооборотын сіз процентін аласыз. Бинар секілді тепе-теңдікті күтіп отырмайсыз, немесе равновесті күтіп отырмайсыз да, матрица секілді. Система вообще басқаша бұл жақта. Алгоритмі басқаша бұл бизнестің, бір сөзбен айтқанда. Жаңағы бірінші түрлі доход, реферальный бонусты айтайыншы айтқанда әріптестер. Бұл жақта 5 уровеньға дейін реферальный бонустан түседі деп айтамыз. Бірақ 60% дәрежеге шыққаннан кейінгі глубинадан ақша түсіп жатқанын көресіздер. Иә? Разницасы. Сондықтан бұл жақта мен сол үшін айтамын, маркетинг жүйесінің бұл күштілігі сода. Квантовый маркетинг бар, сіз ойламаған жерде күшті доходтар түсетіндігі сондықтан. Үшінші түрлі доход бұл жақта тұрақтылық табыс деп аталады. 60 миллионнан $1 асып кетті, 6%-ға шыққан кезде сізге 375 мың теңге ақша как оклад ретінде береді. То есть 60 миллион теңгенің 5%, 3 миллион теңгені отдельно аласыз. Ежемесячный премия компания отдельно төлейді. То есть реферальный бонус бірінші түрлі доходты күнделікті түседі, командный бонус әр айдың 1 күні түседі, ал мына ежемесячный премия 5 күні түседі, әр айдың 5 күні түседі. Өйткені біз жаттап алып, сол доходтар бізге түсіп отыратын болғандықтан тура сол күндері түседі әріптестер. Сондықтан бұл жақта әр партнерлардың осы 3 түрлі доходтың өзінен рефералка, командный бонус, тұрақтылық табыстың өзіне бізде партнерлардың қазіргі таңда айлық табысы 35 миллионнан бастап 150 миллион теңгеге дейін айына табады. 150 миллион теңгеге дейін айына табады. Ол тұрақты түрде табатын табыстар. Осы 3 түрлі доходтың өзі негізі жеткілікті достар, шын айтамын.
қалған 150 миллион теңге доходқа жеткеннен кейін қалған түрлі доходты айтуға болады, бірақ мен ол жағын тез түсіндіріп айтып өтсем болады. Қараңыздар, сіз ғана командный бонусқа шықпайсыз бұл жерде. Басқа командаларыңызда командный бонусқа шығады, товарообороттарды жасай бастайды. Сол кезде разница от товарооборот деген бар. Ол кезде сіздің дәрежеңіз 9%-да болуы мүмкін, мүмкін 10%-да болуы мүмкін, мүмкін 13%-да болуы мүмкін. Иә, сол кезде бір командаңыз 11 миллион 200 мың теңге товарооборот жасады. Бір командаңыз. Енді елестетіп қараңыз, мана жаңа партнерлардың біреусінде 40 личник, біреусінде 31 личник, біреусінде 10 личник ಎಂದು ойлап қараңыз, иә. Сол кезде мынаның барлығы сіздердің личниктарыңыз. 10 личнигіңіз бар сіздің. Бір личнигіңіздің командасы товарообороты 11 миллион 200 жасады. Бұл өзіне 2%-ын алды. Иә? Бірақ арасындағы 11% разница сізге түсті. Сіз 13%-дық дәрежедесіз. Енді ойлаңыз. 11 миллион 200 мың теңгенің 11% командаңыздан, тек қана команда товарообороттан разница 1 миллион 232 мың теңге сіздің счетыңызға келіп түсті. Иә, самый минимальный товарооборот жасаған командаңыздан түсіп отқан ақша. Екінші командаңыз 30 миллион товарооборот жасап жатыр. Например, Атырау қаласы деп айтайық. 30 миллион товарооборот жасап жатыр. Сол жақта команда лидер өзіне 4% алса, маған 30 миллионның 9%, 2 миллион 700 мың теңге ақша менің счетыма келіп түсті. Бірақ мен ол Атыраудағы команда. Иә? Енді келесі 60 миллион товарооборот жатқан сіздің бір командаңыз бар. Өскемен қаласында деп айтайын, 60 миллион товарооборот жасап жатыр. Ол өзіне 5% 3 миллион теңгесін алады, бірақ арасындағы 8% 4 миллион 800 мың теңге ақша сіздің счетыңызға келіп түсті. Тек қана Өскемендегі командаңыз ғана товарооборот, иә. Дәл солай әріптестер, бұл жақта 90 миллион товарооборот жасаған адамның командасында товарооборот разница 6% өзіне алса, 7% сізге түседі. Дәл солай 135 миллион товарооборот жасап жатқан командадан разница сізге 8 миллион 100 мың теңге түседі. 180 миллион товарооборот жасап жатқан командаңыз бар, 8% өзіне алады, бірақ 5% сізге түседі. Сол кездегі доходты өзіңіз қараңыз, 9 миллион теңге ақша сіздің счетыңызға келіп түсті. Команда. Бұл жерде әріптестер бір нәрсені түсініп алыңыздар. Бірақ командадан ғана 13%-ке дейін ғана ала аласыздар. Ойлап қалмаңыз, общий команда товарооборот 13% екен деп, иә. Енді қараңыздар. Әр командадан сіз 7%-тен разница алып жатсыз, иә. Например, 10 командаңыз бар, демек командный бонустан сіз 70% алып жатсыз деген сөз. Тек қана бір командаға дейін сіз 13% разница алып отырасыз. Осыны түсініп алыңыздар. Түсінікті ғой, иә? Енді қараңыздар, 225 миллион товарооборот жасап жатыр. 9% ана команда өзі алды. Бірақ 225 миллионның 4% өзі 9 миллион теңге ақша. Ойлаңызшы, қандай ақша? 270 миллион товарооборот жасап, 10% өзін алды. Бірақ 3% сізге төлеп жатыр. 3% өзі 8 миллион 100 мың теңге ақша. Бұл жақта доход до того көп, достар. Мен мынандай маркетинг жүйесін көрген кезде мен ұйықтай алмадым, до сих пор мен 4 ай болды осы бизнесті бастағаныма, жүрекпен істеп жүрмін, режим бұзылып кетті. Команда қарқынды өсіп жатыр, өйткені маркетинг жүйесінің мықты екен командаға, халыққа жеткізейінші деген ынта жігермен жүрміз да. Өйткені бір адамның қарапайым бір қазақтың айына миллиондап табыс табуына себепші болайықшы деп жүрміз да. Өйткені маркетинг жүйесі сонысымен күшті. Енді қараңыздар, әріптестер. Бұл компанияға өміріңізде бір ақ рет ақша салдыңыздар, иә? Одан кейін компания сіздерді мәжбүрледі ме, чтобы ақша салды? Қалай ойлайсыздар? Шартқа жаза аласыздар ма? Компания сіздерге ай сайын активность жаса, сен самый минималды 26.500 теңгемен тіркелдің ғой, саған командный бонустан ақша алу үшін 500 мың теңгемен тіркелу керек деген айтты ма? Ешқайсысы айтқан жоқ, әріптестер. Сондықтан маркетинг жүйесі сонысымен күшті да, мен сол үшін айтамын. Өміріңді бір ақ рет ақша саласың, гарантия беремін, одан кейін компания ақша салмайсың. Өйткені бұл жақта депозитный фонд бар, сол тапқан табысыңнан 10% депозитный счетқа жинап отырады, сол жинақталған ақшадан өзіңе керекті өнімді алып отырасың. Дәл сол үшін айттым. Енді қараңыздар, басқа компаниядан команда айырмашылығын айтайын сіздерге. Чека деген бар, матчинг бонус деген бар. Басқа мен осы анимационный сонда бір дайындадым деп жүр. Например,
көптеген маркетингтарда матчинг бонус одноразовый тоже, как реферальный бонус секілді одноразовый болады. Потому что бірінші заказ бинардан өтеді, повторный заказу классикадан өтетін болғандықтан, ол жақта манағы не қалай айтсам екен, матчинг бонус одноразовый болады. А бізде қалай? Бізде маркетинг классикалық. То есть командный бонус бізде тек қана классикадан өтеді. Сондықтан бірінші заказ, повторный заказ, промоушен өтіп жатқан заказдардың барлығы классикадан өтетін болғандықтан бізде матчинг бонус тұрақты түрде ай сайын как классикадан түсіп отырады. Сонысы күшті да. Енді қараңыз, дәл солай заместитель орынбасар боласыз. 4 линияңыз дейміз ғой, 4 бетіңізден 60%-ға шығатын лидерлар шығады. Қаласаңыз да, қаламасаңыз да шығады. Өйткені бұл накопитель товар обороттың барлығы. Сол кезде 600 миллион товар оборот болған кезде сізге 2 линия ашылады. То есть бірінші линияңыздан сіз манағы 40% көресіз, екінші линияңыздан 10% көресіз. Бұл матчинг бонус, достар, чека түсіп отыр. Сол кезде ойлаңыз, бір лидеріңіз 60 миллион товар оборот жасап жатады, одан сізге 40%-і 8 миллион теңге түсті. Екінші линияңызда бір лидеріңіз 30 миллион товар оборот жасап жатады, доход табады, товар оборот деп, табыс табады. Соның 40%-і чека матчинг бонус 12 миллион теңге сіздің шотыңызға. Тағы бір лидерің 50 миллион теңге таза маржа тапты, чек матчинг бонустың 20 миллион сіздің шотыңызға кетті. Ал 100 миллион теңге товар оборот жасаған, табыс тапқан лидеріңіз бар, лайым соған жеткізсін. Каждый личниктарыңыз айына 100 миллион тапсыншы, сізге қалай рахмет етеді. Сол кезде сол лидеріңіздің тапқан табысынан компания осында лидер шығарғаныңыз үшін деп 40% матчинг бонус чека сіздің шотыңызға кетіп береді. Сол кезде ойлаңыз, тек қана 4 линияда дәл осындай табыс тауып отқан адамның өзіне, сіз заместитель орынбасар болған кезде, матчинг бонустың өзіне сізге 80 миллион теңге табыс түсті. Екінші линияңыз ашылды. Әрқайсысынан 10%-дан ойлаңыз. 1 миллион теңге мына кісіден, 2 миллион теңге мына кісіден, 30 миллион, 40 миллион, 50 миллион тауып отқан екінші линияға лидерларыңыздан түсіп жатыр, глубина түсіп жатыр, общий сумманы есептей беріңіз. Сол кезде заместитель орынбасарлықтың өзіне статусқа шыққан кезде 116 миллион теңге тек қана айына түсетін доход. 116 миллион деген күшті ақша. Айына бір коттедж сатып алып жатсыз, айына немесе бір 2 бизнес помещение сатып алып жатсыз. Өздеріңіз ойлап қараңыздар. Сол сияқты елестетіп көріңізші өздеріңіз. Сол кезде директорлық статусқа бізде Қазақстанда жоқ, бірақ Қытайда көптеген партнерлар директорлық статуста. Олардың айлық табыстары сұбдық. Олардың айдап жүрген машиналар шет-шетіне майбақ, бір сөзбен айтқанда. Осындай проекті бізге Қазақстанға келді. Олдар жақтағы партнерлар, мына Қытайдың бизнесі бізге атамыздан қалған мұра емес қой. Бірақ мен сіздерге бір нәрсені түсіндірейін. Бұл проект Қытайдан келген, бұл маркетинг жүйесі Джумун Груп корпорациясы атамыздан қалған мұра емес. Бірақ артымыздан мұра қалдыратын күшті маркетинг жүйесін алып келді, достар. Сондықтан есептей білетін адам, өз IQ-ін түсіргісі келмейтін адам, өз дәрежесін түсіргісі келмейтін адам осы бизнесті бастау керек. Ол не үшін айтып жатыр? Есептей білетін адам басқа маркетингқа кетпейді. Өз IQ-ін, өзінің дәрежесін түсіргісі келмейтін адам, порошок, сабын, шампунь сатып жүрмейтін әріптестер. Маған сеніңіздер. То есть бақи-шықи зат сатып. Өз IQ-ін өзі келетін адам, ол всегда брендовый компанияларда жүреді. Эксклюзивный дейміз ғой, санаулы товар шығаратын компанияларда жүреді. Джумун Груп корпорациясы 33 жылдың ішінде тек қана шығаратын өнімі 20 ғана өнім. 90 ученый бар, сол 20 өнімді жыл сайын, биылғы жыл сайын разработка жылдан жылға улучшение жасап жатыр. То есть адамға қазіргі таңда квантовый медицинамен жасалған өнім түсініп жатыр. Квантовый медицина деген не екен деп сұрасаңыздар, мен білмеймін, оны физикадан хабары бар адамдар біледі. Түсінікті ғой. Оны ойымызды жеткізе алмаймыз. Бірақ бұл маркетинг жүйесінен бөлек өнімнің өзіне жұрттар шексіз ғашық бұл өнімге. Біз күні кеше осы 2-3 күн бұрын Алматыда үлкен презентация өткіздік, городской презентация. Сол кезде өзіміздің қазақтардың отзывтарын естіген кезде біз қалай қуандық. Не деген өнімді таң қалдық та.
Осы уақытқа дейін біз Құлжадағы, Үрімжідегі қазақтардың отзывтарын айтып жүргенбіз. Қазіргі таңда өзіміздің Қазақстаннан күшті результаттар алып жатыр да партнерлар. Сол үшін де айтамын, әріптестер, тұрақты болуды үйреніңіздер. Әр компаниядан әр компанияға секіріп жүретін болсаңыздар, сізді ешкім уважать етпейді, біріншіден. Екіншіден, өз дәрежеңізді, өз IQ-іңізді түсіріп аласыз. Мен командамдағы лидерлерге айтамын, мынау сенің дәрежеңді түсіретін бизнес емес. Екі адам шақырғаннан қара бет қылдыратын бизнес емес та. Сол үшін де айтамын, бұл маркетинг жүйесімен қоса өнім не деген шикарно деймін да. Қазіргі таңда мына маркетинг жүйесі системаны қоспаса да, мен бұл компанияның өнімін Қытайдан опытым алып келіп, мен даже сатар едім. Неге? Өйткені өнімнің сапасы күшті да, өнім өздігінен сөйлейді. Сондықтан кімде-кім бұл компанияның бірақ қана өнімін, коллаген сатса да миллионер болады. Бірақ қана өнімін, көз өнімін сатса да миллионер болады бұл бизнесте. Сол үшін айтқым келеді, әріптестер, бұл жақта 20 түрлі өнім бар. Адамның бауырын қуаттайтын, бүйрегін қуаттайтын, миын қуаттайтын, қанын тазалайтын коллагені бар, өкпесін қуаттайтын керемет өнімдер бар да. Мен айта алмаймын ол сөздерді. Өйткені маркетингтен бөлек продукция өзі шикарный екенін көзімізді енді жеткізіп жатырмыз да. Сондықтан сіздер қазіргі таңда бір өніммен, бір көз өніммен бір мемлекетті аша аласыздар. Кейбір адамдар бар осы маркетинг жүйесінде, екі адамды қайдан табамын деп ойланып жүрген адамдар бар. Мен айтамын, сен екі адамды қайдан табамын деп ойланып жүр, жұрттар екі мемлекетті ойлап жүрсіңіздер. Мен мысалы өзім екі мемлекетті ойлап жүрмін. Тездетіп Қырғызстан мен Өзбекстан офисін ашылсын, мен сол мемлекетті барып үлкен команда құрғым келіп жүр. Россия мен манағы Таджикстан, Белоруссия, маған салса Кореяға қай мемлекеттен компания официально ашылды деп сайтынан жариялайды, мен сол мемлекетке барып команда құрамын. Достар, білесіздер, мен орысша не грамотный, мен орысша толық сөйлей алмаймын. Кәріс тілінде вообще білмеймін, моңғол тілінде білмеймін, Қытай тілінде білмеймін. Бірақ қай мемлекетте бұл компания официально ашылады, мен сол мемлекетке голосовой переводчигімді алып барып, мен команда құрамын. Неге? Өйткені бұл қай мемлекетте жұмыс жасай аласың, доступны. Интернет қай жерде доступны, бизнесіңіз сол жерде жүреді деген сөз. Традиционный бизнестен айырмашылығы сонда, әріптестер. Традиционный бизнесте қарапайым дөнер хана дейміз ғой, қарапайым дөнер сататын бутик, самса сататын бутик ашу үшін де сізге жоқ дегенде 7 миллион теңге ақша керек, әріптестер. Онда да сіз таңертеңнен кешке дейін самса я дөнер пісіргеніңізде таза маржаңыз әрі кетсе, 1,5 миллион, 2 миллион теңге ғана таза табыс табарсыз, одан артық таппайсыз, әріптестер. Потому что сіз Алматыдағы Абай Розабакиеваның қиылысындағы дөнерхананы аштыңыз. Ал мен 26.500 теңгемен, білесіз бе, әлемдік деңгейде магазин ашып тастадым, маркетплейс. Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Россиядан, Қызылордадан, Оралдан, Ақтөбеден, Атыраудан, ойлап қараңыз, қаласаң. Дархан деген магазин болса, сол магазиннің филиалдары ашылып кетті, 4 ағайдың ішінде. Дәл сол секілді Қызылордадан Дәурен мырза тіркелді ме, Дәурен мырзаның бүкіл магазиннің филиалын әлемдік деңгейде аша аламыз. Жайдар деген жігіт тіркелді ме, бүкіл магазины қазіргі таңда бүкіл Қазақстан бойынша ол магазин филиал ашты. Айнара деген Ақтауда қыз бала тіркелді, ол қыз баланың Россияда, Өзбекстанда магазин филиал ашылып кетті, білесіздер ме? Ал сол бүкіл басқа мемлекеттен филиал алу үшін ол кісі тек қана өмірінде бір-ақ рет қана 26.500 теңге ғана ақша салды, әріптестер. Традиционный методпен салыстырып қараңыздаршы, қалай масштабта өсіп жатыр. Сіз командаңыз әлемдік деңгейде өсіп жатқан соң глобальный түрде ойлана аласыз. Магазиніңіз манағы Абая Розабакиеваның қиылысында болып қалса, сіз Абая Розабакиевадағы масштабта ғана ойлана аласыз. Артық ойлана алмайсыз. Сондықтан бұл жақта дәрежесі өте үлкен болғандықтан біз осы жүйені қатты қолға алып жатырмыз. Түсінікті ғой да сіздерге. Енді қараңыздар, бізде керісінше шығып жатыр да. Өзбекстандағы партнерларға айтып жатыр. Өзбекстанда официально ашылғанша сіздер команданы Қазақстаннан құра беріңдер. Қазақстандағы таныстарын шақыра беріңдер. Тура сол сияқты Россиядағы партнерларым қазіргі таңда Қазақстаннан команда құрып отыр. Олар қарап отырған жоқ. Өзбекстандағы партнерларымыз Қазақстаннан команда құрып отыр. Дәл сол секілді сіздер де соған стартқа дайын болуларыңыз керек. Масштаб екі адам қайдан табамын емес, екі мемлекетті қайдан табамын. Бір мемлекетте бәләңдай миллион халық бар деген сөз ғой, түсіндіңіздер ме?
сол нәрсені қатты қолға алсаңыздар болды. Түсінікті ғой? Директорлық статусқа жеткен партнерлардың айлық табысы бізде 7 миллиард 500 миллион теңге әріптестер. Мына директорлық статусқа шыққан бізде Ханзон деген партнеріміз бар. Компанияның основателі емес, алып тастаңыздар, компанияның основателі дым қатысымшы. Қарапайым біз секілді партнер 26.500 теңгеден бір спрей сатып алып бастаған кісі ғой. Қазіргі таңда айлық табысы 7 миллиард 500 миллион табады әріптестер. 13 миллион доллар табыстады. Мен сондай компанияларды білем, международный бір компаниялар бар, 18 жыл ғұмырын арнаған сол проектіге. Бірақ сол лидер айына 200 мың доллар табыстады. Ал бұл проектті де бізде партнерлар бастағанда 4 жыл болып 13 миллион доллар табады. Айына, жылына емес әріптестер. Сондықтан дәл осындай маркетинг жүйесіне бір қазақтардың өмірін өзгертуге себепші болайық. Біріншіден денсаулығына инвестиция жасайды. Потому что бұл хайп проект емес, легальный түрде компания жұмыс жасап жатқан, абыройлы түрде істеп жатқан корпорациялардың бірі. Сондықтан бұл жақта бір қазақтың өмірін өзгертуге себепші болайық. Товарымыз сәл задержка болып қалған үшін бір-бірімізді қанап жеудің қажеті жоқ. Бизнес өзімізден басталады. Бұл жақта қанша адамның өмірін өзгертуге сізде себепші боласыз. Кейбір адамдар бар, бұл бизнестен бір-ақ қана өнімден күшті результат алып, не деген алғыстарын айтып жатыр. Рахмет, осы өнімді маған түсіндіргеніңе деп жатыр. Ал табыстап отқан партнерлар сіздерге қалай рахмет айтатын болады. Дәл сол секілді. Сондықтан бір-бірімізге поддержка берейік. Бір-бірімізді жамандаудың дым қатысы жоқ. Әріптестер, мен сіздерге сразу айтайын. Компания жаңадан кіріп жатыр, келіп жатыр, продукты барысын толыққанды жеткізіп жатыр, күту мерзімі бар. Келетіні күту мерзімі 10-15 күн, ол түсінікті нәрсе. Қазір Каспийден де предзаказ товарларға заказ берсеңіз де, сіз сол күту мерзімі бар, күтесіздер. Қалған барлығын компания продукттың сапасына жауап беріп жатыр, түсетін ақшаңызға жауап беріп жатыр, барлығын компания қазір жауапты түрде кірісіп жатыр. Сондықтан тек қана директорлық статустың өзінен сіз бірінші линияңыздан 50% аласыз. Екінші линияңыздан сіз 20% аласыз, әріптестер. Ары қарай үшінші линияңыздан сіз 10% аласыз. Төртінші линияңыздан сіз 5% аласыз. Сол кезде тек қана директорлық статустың өзінде, матчинг бонустың өзінен 314 миллион 400 мың теңге ақша түссе, бұл потолок деген сөз. Жалпы алынған кезде табыс көзін есептейтін болсақ, реферальный бонустан 10 миллион 745 мың теңге, командный бонус, разница премия, разница от товарооборот, заместительный орынбар, директорлық статустан сіздер күшті ақша табасыздар. Жалпы общий суммарный есептеген кезде бұл жақ доходта маркетинг жүйесі өте күшті әріптестер. Мына жер түсінікті ғой, Енді қараңыздар әріптестер, бұл жақта жаңағы 7 миллиард 500 миллион табыс тауып отқан партнерларымызды бір көрсетіп жіберейінші, чтобы сіздерге түсінікті болу үшін. Осы 7 миллиард 500 миллион табыс тауып отқан партнеріміз өз қалтасынан осы целый лайнер дейміз, ол крузді жалдады. Осы жақта 5000 партнеріміз бар. Ешқандай мемлекет қосылмаған бұл кезде. Тек қана Қытайдың ішінде істеген компания ғой. 5000 адам 2025 жылы сентябрь айында басталды. Біз октябрь айында осы бизнесті тыңдауға барған болатынбыз. Жалпы осы масштабты көріңіздер. Компания төлеген жоқ бұл жерде. 7 миллиард 500 миллион табыс тауып отқан партнер өз қалтасынан көтерді.